Ислам дінінде қастерлі екі мереке болса, соның бірегейі және ұлығы Құрбан айт. Бұл мерекенің негізі сонау пайғамбарлар атасы саналатын Ибрахим пайғамбардың әулетінен бастау алады. Тарих пен тағылымды ұштастырған қасиетті мерекенің құндылығы да тереңде жатыр. Барша мұсылман жамағатына ортақ мерекенің маңызы ерекше. 3 күнге созылған бұл айтта мұсылмандар бір-бірімен жақындасып, жанжалдасқандар татуласып, мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, мейірім мен ізгілік насихатталады. Дербестікке қол жеткізгеннен бері еліміз әлеуметтік экономикалық жағынан жаңғыруымен қатар, рухани және мәдени өреміз де көтеріліп келеді. Соңғы жылдары қазақ мұсылмандарының талап-тілегі ескеріліп, Құрбан айт ұлттық мерекелердің мәртебесіне көтеріліп, бұл діни мейрам мемлекеттік деңгейде тойлануда. Осындай парасатты бастама халықтың арасында достық мен бірлік беки түсуге септігін тигізуде. Біз мұны дәстүрлі дініміз исламға көрсетілген аса зор құрмет деп білеміз. Құрбан сөзі араб тілінде жақындау дегенді білдіреді, яғни жасаған сауап істер арқылы жүректі тазартып, Аллаға жақындай түсу. Ал діни терминдік мағынасы шарттарымен санаса отырып, құлшылық ниетімен мал бауыздау дегенге саяды. Құрбан айтта құрбандыққа мал шалу Ханафи мәзхабында шамасы жеткендерге ғана уәжіп, яғни міндет. Ең алдымен құрбандық шалудың мәнісінің кеңдігін ұғыну үшін діннің не екенін, құлшылықтың не үшін жасалатынын жақсы білген жөн. Құрбан шалу Аллаға жақын болу үшін, күнәлар кешірілу үшін, шүкір ету үшін жасалуы міндетті. Құрбан айт құрбандық шалумен ғана шектелмей. Онда адамның ішкі ниеті, шын пейілі, тақуалығы, басқаларға жанашырлығы таразыға түседі. Сондай-ақ пенденің пендешілігі мен мәрттігі, сараңдығы мен жомарттығы да сыналады. Барша мұсылман жұртшылығын бір-біріне жанашыр болуға, қамқорлық жасауға, өзара мейірімді болуға шақырады. Елімізде кез келген діни мерекені жоғары деңгейде атап өтуге барлық жағдай жасалған. Қазақстанда басым көпшілік халық ислам өкілдері болғандықтан, оның еңсесін көтеру тек біздің қолымызда. Ислам әділет пен мейірімділікке негізделген қоғамның ұйытқысы болып саналады. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр және түйе малын шалады. Басқа жануарлар қолданылмайды. Ауру, соқыр мал құрбандыққа шалынбайды. Мұсылмандар үшін Құрбан айттың бірінші күні маңызды болып саналады. Бұл күні мешіттерде айт намазы оқылады. Айттың осы бірінші күнінде адамдар бір-бірін құттықтап, бір-бірінің үйінен дастарханнан дәм татады. Бұл күні әр мұсылманның үйінде дастархан жайылады. Құрбан айтта бауырсақ, шелпек пісіру, дастархан мәзірін дайындау үшін жұмыстан сұрану керек еді. Құрбан айт күні ертерек тұрып, ғұсыл алып, таза киім киіп, хош иісті әтір сеуіп, көшеде жолыққан адамға ашық жүзбен қарау. Құрбандық етімен ауыз ашу үшін намаздан алдын ештеңе жемей, намазға бара жатқанда тәкбір айту. Хазіреті Мұхаммед салаллаху алейхи уәсәләм пайғамбарымыздың сүннеті. Аллах тағала әмірімен пайғамбарлар сүннетін орындау жаратушы иеміздің ризашылығына жақындатып, ахиретте сый-сияпатына кенелтеді. Сондықтан да айтқа ниеттеніп, дайындалушы немесе ынта-ықыласымен құрбандық шалушының тәңірі мейіріміне бөленіп, о дүниеде жүзі жарық, мол сауапқа ие болары сөзсіз. Қажылыққа барған тәуіп етушілер мен оған себепті жағдаймен бара алмағандарға айт күндері ортақ ғибадат құрбандық шалу. Бұл айтулы мерекенің ең маңызды амалы. Құрбандық деп құрбан айт күндерінде ғибадат ниетімен шалынатын малды айтады.